Трейдинг арқылы 2 аптада 3 миллион табуға болады десем, сенесіз бе? Иә, менің оқушым Мейірлан 2 аптада трейдингтан 3 миллион тапты. Қалайсыз, Мейірлан? Алматыға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік, сіздерге де көп-көп. Мейірлан, сіз осы маған дейін кластерный анализға дейін трейдингті қайдан көрдіңіз? Қандай обучениялар өттіңіз? Осы уақытқа дейін енді самоучка дейді ғой. Осы уақытқа дейін ютубтан қарадық, аннан қарадық, қазір әлеуметтік желілерде де бар ғой. Жаңа обучение оқытатын сол кісілерден қарап, содан үйрендік басында онлайн, содан кейін жалпы бастадық қой. Қандай стратегиялар оқыдыңыз басында? Басында оқыған стратегиям Smart Money оқыдым, басынан бастап. Содан кейін уже онлайн сізге келдік, содан кейін кластерді, қазіргі таңда кластермен жұмыс жасап жатырмық. Сіз оқыған Smart Money стратегиясымен біздің кластердің қандай айырмашылығы бар? Айырмашылық дегенде айырмашылығы бар. Әрине Smart Moneyді мен өзім жеке кішкене базовый деп өзім санаймын. Ал енді кластерный анализ ол мүлдем бөлек, екеуі айтады ғой. Қалай деп айтсам екен, аспан мен жердей сияқты ғой, бірақ енді жалпы меңгеретін адамға өте оңай. Мысалға қараңызшы, Smart Money стратегиясының ең үлкен минустары қандай? Smart Money стратегиясының ең минустары енді көп новичоктар келеді ғой. Новичоктар келген кезде көбі басында Smart Moneyді түсінбей жатырады. Имбаланс, ордер блок деген секілді. Сондай басынан келген новичоктарға кішкене қиындау болады. Ал кластерді бірден түсініп кеттіңіз бе? Кластерді офлайн оқыған кезде 3 күнде түсініп кеттім. Бірден сол уақыттан бастап қазіргі уақытқа дейін де кластермен жұмыс жасап жатырмын. Өте оңай. Smart Money'дан қарағанда кластерный. Мейірлан, қараңызшы, маған обучениеге келместен алдын қандай минустар болды сізде? Минустар кластерныйды сізден оқымастан бұрын, айттым ғой, Smart Money'мен жұмыс жасадым. Минустар көп болды уақытта. Қалай сізден келіп Smart Money'ді оқыдым, содан бастап қазір енді шүкір. Кластерді. Тек қазірді басқа ешқандай стратегияларды ізденіс істеймін, но қазіргі уақытта жұмыс жасап жатырғаным кластерный анализ. Қазір сіз 100 000 доллар профшотқа өттіңіз, иә? Қанша уақыт өттіңіз профшоттан кластермен? Шамамен қыста өттім, профшотты 100 000 доллар профшотты. Қателеспесем 4-5 күнде өттім. Именно кластерный анализбен сіз 4 күн ішінде өтіп кеттіңіз, иә, 100 000 доллар? Иә, 4 күн ішінде кластермен өттім. Выплата қанша шығардыңыз? Выплата осы наурыз айында болды, выплата. Айдың соңында менде 6100-дей выплата шықты. Кластерный анализ арқылы сіз 100 000 долларлық профшоттан өтіп, 2 миллион 900 мың теңге, почти 3 миллион выплата шығардыңыз, иә? Жалпы қазір сізде только профшотпен жасайсыз, иә? Қазіргі таңда 2 профшотпен жұмыс жасаймын. Екеуі де кластермен өттіңіз? Екеуі де кластермен, біреуін бір жақында бітірдім, екінші фазасын. Ал енді 100-ді ол қыста өтіп тастадым. Жалпы, Мейірлан, осы кластерный анализді оқығаныңызға өкінбейсіз бе? Жоқ, өкініш жоқ. Енді білімге өзім ашпын негізі. Аннаймынан іздеген жақсы көрем. Енді басында сізде бірінші онлайн оқыдым, одан кейін жаңа қыста таман офлайн оқыдым. Білмеймін, қазір шүкір, Аллаға шүкір, ешқандай өкініш жоқ. Мейірлан, сізге обучение ұнады ма? Точка входаларды толық түсіне алдыңыз ба? Обучение ұнады. Маған бұл кластерный анализдің бір өзіме енді қалай дейін ыңғайлы жері. Таңғы уақытта, өзім сол уақытта кірем, яғни сессия дейді ғой. Енді қазір әкім әртүрлі трейдерларға ештеңе айта алмайсың. Но өзім сол таңғы уақытта Азия сессиясында кірем, қалған уақытта көп өзімнің жеке жұмыстарымен жүрем. Негізінде бізде кластерный анализ 3 түрлі уақытта точка входа береді. Азияда да, Нью-Йоркта да, Лондон уақытысында да как минимум бір күнде 3 рет точка входа береді. Әр адам өзінің уақытысына қарай, өзіне ыңғайлы уақытты таңдап, сол уақыт аралығында кіре алады. Мысалға, Мейірлан бізде основном таңғы уақытта ғана кіріп, таңғы уақыттағы жаңағы сделкаларды жасап, 100 000 доллар профшоттан өтіп тұрсыз, иә? 4 күннің ішінде өтіп тұр. Негізінде профшоттан трейдерлардың 90% өте алмайды, 2-нің бірі өте алмайды. Ал біздің кластерный анализбенен маған келген оқушылардың көбісі осы профшоттан өтіп кеткен. Мейірланнан бөлек бізде біраз оқушыларымыз бар, профшотпенен жасап жүрген. Бір емес 3 профшоттан өтіп алады оқушылар. Мейірлан, сіздің өзіңіз 2 профшоттан өтіп алдыңыз, иә? Иә, өзім 2 профшоттан өтіп алдым. Яғни біреуі 100, екіншісі 10 мың доллар. Мейірлан мырза, қараңызшы да, мысалға Smart Money'да бізде имбаланстарменен, жаңағыдай ордер блоктармен жұмыс жасаймыз, иә? Ал кластерда біз контракт зоналармен жұмыс жасаймыз. Қайсысы жақсы, мысалы, имбаланстар сенімдірек пе, әлде контрактный зона сенімдірек пе?
Енді осы уақытқа дейін енді жалпы көбін оқыдық қой. Енді бірақ өзіме енді қазір контрактная зона, яғни зона интерес деп айтамыз ғой, енді трейдерлердің арасында өзіме осы оңай. Себебі мен өзім график ашқан уақытта көп андай сызып, кейбір трейдерлер болады, сызып не істегім келмейді. Басты көп қатырғым келмейді. Сол уақыттан енді өзіме кластер өте ыңғайлы. Кластерда бізде тек қана зонаны, контрактный зонаны көріп алсаңыз, соны ғана сызу жеткілікті. Там ликвидность, ордер блок, имбаланс деп басты қатырып, барлық таймфреймдердегі линияларды сызудың қажеті жоқ. И сонысыменен бізде оқушылар бірден тезірек алып кетіп жатады кластерный анализді. Мирлан, менің шәкіртім ретінде трейдингті енді бастап жүрген кісілерге, трейдингті минуста жүрген кісілерге қандай кеңес айтар едіңіз? Так, ең бірінші енді сізге көп рахмет. Енді сізге басында онлайн оқыдық, одан кейін офлайн оқыдық. Сапалы білім болды, енді Аллаға шүкір, қазіргі уақытта плюстамыз. Енді жаңадан бастап жүрген, кластерге қызығып жүрген жаңағы жандар болатын болса, өте сапалы білім, сапалы яғни стратегия өте оңай, жеңіл. Сондықтан енді кез келген затқа не істемеу керек деп айтайын. Енді қазір кез келген затқа көп ұрына бермеңіз. Қазір енді өзім іштей өзім айтам, қазір тас лақтырсаң трейдерге тиеді. Қазір кез келген адам обучение оқыта алады. Сондықтан енді сапалы білім беретін, яғни өзінің ортасы жақсы адамдарға жолықсаңыздар жақсы болатын еді. Менің кеңесім енді осы. Вот, достар, қараңыздар, трейдингпенен нормально миллиондар жасауға болады. Оған менің шәкіртім Мирлан өзі дәлел болып отыр. Қазақстанда ешбір стратегия арқылы мысалға $100,000 пропшеттен өтіп, 3 миллион выплата шығарған оқушы жоқ. Ал Мирлан біздің осы кластерный анализ арқылы бір емес 2 пропшеттен өтіп, небәрі 4 күннің ішінде өткен еще кластерный анализ арқылы, сөйтіп жақында $60,000 выплата шығарып, қазір осы 2 пропшетпен де жасап жүр. Сол себепті сіздер де осындай трейдингтен минустан плюсқа шығып, нормальный точка входаларды көріп, күнделікті жақсы ақша табамын десеңіздер, менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Номер төмен жақта қалдырылған.